Саламатсыз білім алушылар. Бүгін бізде ерекше жағдайларда қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету пәні бойынша бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайларда ішкі істер орган қызметкерлерінің іс-әрекеттері тақырып бойынша дәріс өтеді. Осы дәрісте біз екі сұрақты қарастырамыз. Бірінші сұрақ: төтенше жағдайлардың салдарын жою кезіндегі ішкі істер органдары қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері. Екінші сұрақ: ерекше жағдайларда ішкі істер органдары іс-қимылдарын жоспарлау. Осы сұрақтарды қарастырамыз. Ішкі істер органдар қызметінің ерекше шарттары әлеуметтік, табиғи, техногендік және экологиялық сипаттағы құбылыстардан туындайтын адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, мемлекеттік институттардың қалыпты жұмыс істеуіне жоғары қауіп төндіретін және ішкі істер органдарынан оны қалыпқа келтіру үшін арнайы ұйымдастырушылық құқықтық шараларды және оларды ресурстық қамтамасыз етуді талап ететін жағдай мән-жайлар қарастырылады. Бұқаралық іс-шараларды мәртебесі мен маңыздылығы бойынша жіктеу халықаралық, республикалық, облыстық, жергілікті болып бөлінеді. Қатысушылардың құрамы бойынша бұқаралық іс-шараларды жіктеу. Бірінші, бір текті, мысалы, қызығушылықтары, кәсібі, жасы мен жынысы, саяси жанашырлығы бойынша. Екінші, гетерогенді. Оларды басқару қиынырақ және болжау аз болып табылады. Сонымен қатар бұқаралық шараларды бөлуге болады. Өткізу кезеңділігі бойынша. Бірінші, бір реттік оларға көрмелердің, ескерткіштердің ашылуы, спектакльдердің премьералары, танымал әртістердің бенефистері және басқа жатады. Екінші, салыстырмалы түрде қайталанатын. Бұларға демонстрациялар, сапарлар, сайлау, жыл сайынғы сауда жәрмеңкелері және басқа. Үшінші, жиі қайталанатын. Футбол матчтары, концерттер, дискотекалар және басқа. Ұйымдастыру әдісі бойынша ұйымдастырылған және стихиялы. Қатысушылардың жағдайлары мен әрекеттерінің болжамдылық дәрежесі бойынша болжамды және болжанбаған. Өткізу орны бойынша ғимараттарда, құрылыстарда, ашық аумақта, бейімделген немесе бейімделмеген жерлерде болып жатқан жағдайлар. Соңғы жағдай төтенше жағдайлардың туындау қаупін арттырады. Төтенше жағдайлардың туындау қаупі дәрежесі бойынша соңғысының пайда болу ықтималдығы шамалы және жоғарылаған. Мұнда көп нәрсе қолайсыз факторлардың болуына және әрекетіне байланысты. Табиғи сипаттағы құбылыстар: жер сілкінісі, су тасқыны, көшкін, дауыл мен торнадо, қар көшкіні мен көшкін, сел, табиғи өрттер, құрғақшылық, сондай-ақ аса қауіпті жаппай эпидемиялар, эпизоотиялар мен эпифитотиялар жатады. Эпидемия бұл белгілі бір аймақтағы адамдардың жұқпалы ауруларының жаппай уақыт пен кеңістікте прогрессивті таратылуы, белгілі бір аймаққа тән аурудың әдеттегі деңгейінен едәуір асып түседі.
Эпизоотия бұл бір немесе көптеген жануарлар түрлерінің арасында жұқпалы аурудың бір мезгілде таралуы. Бұл аймаққа тән арудың әдеттегі деңгейінен едәуір жоғары. Эпифитотия белгілі бір уақыт ішінде айтарлықтай аумаққа өсімдіктер мен дақылдардың жұқпалы ауруының кең таралуы. Техногендік сипаттағы құбылыстар қоршаған ортаны ластамай, химиялық және биологиялық қауіпті, сондай-ақ радиоактивті заттардың шығарылу немесе шығарылу қаупі бар көліктегі, өнеркәсіптік объектілердегі авариялар мен апаттар. Бұл сондай-ақ жарылыс қаупі бар өнеркәсіптік объектілердегі халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріндегі авариялар. Су шаруашылығы апаттары болуы мүмкін. Экологиялық сипаттағы құбылыстар құрлықтың, топырақтың, жер қойнауының, ландшафттың, атмосфераның, гидросфераның, жер биосферасының жай-күйі мен қасиеттерінің қауіпті өзгерістері. Әскери жағдай мен төтенше жағдай режимі енгізілген кезде ерекше жағдайлар туындайды. Әскери жағдай бұл Қазақстан Республикасына қарсы агрессияның не оның қауіпсіздігіне тікелей қатердің алдын алу немесе оған тойтарыс беру үшін жағдайлар жасауға бағытталған және Қазақстан Республикасы президенті республикасының бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде енгізілетін саяси, экономикалық, әкімшілік, әскери және өзге де шаралар кешенін көздейтін ерекше құқықтық режим. Әскери жағдай енгізілген кезде мемлекеттік билік органдары, өзге де мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен ұйымдар қызметінің құқықтары мен бостандықтарын шектеуді көздейтін ерекше құқықтық режимі туындайды. Ішкі істер органдары міндеттері: бірінші, төтенше жағдай енгізілген жерге кірудің және одан шығудың ерекше режимін ұстап тұру. Екінші, ерекше режимді және ерекше қорғалатын объектілерді, халықтың тыныс-тіршілігін және көліктің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілерді, адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ қоршаған ортаға аса қауіп төндіретін объектілерді күзету. Үшінші, жанжалдарға қатысатын арнаулы құралдарды, қаруды қолдана отырып, сондай-ақ жауынгерлік және басқа да техниканы пайдалана отырып, зорлық-зомбылық әрекеттермен сүйемелденетін қарама-қарсы тараптарды ажырату. Төртінші, заңсыз қарулы құралымдар қызметінің жолын кесуге қатысу. Бесінші, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және адамдардың өмірін құтқаруға қатысу. Ішкі істер органдарының өкілеттіктері: бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті қорғауды қамтамасыз ету. Екінші, жаппай тәртіпсіздіктердің топтық бағынбаудың жолын кесу. Үшінші, төтенше жағдайлардың өрт қауіпсіздігі мен азаматтық қорғаныстың алдын алу және жою, төтенше немесе әскери жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға. Төртінші, террористік тұрғыдан осы объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігінде терроризм қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру болып табылады. Ішкі істер орган құқылы. Біріншіден, төтенше жағдайлардың салдарын жою, терроризмге қарсы операция, күзет, жаппай
карантиндік іс-шаралар жүргізу жеке тұлғалардың қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртіпті бұзатын инфрақұрылым объектілерінің тыныс-тіршілігіне қатер төндіретін жаппай тәртіпсіздіктер мен өзге де топтық іс-қимылдарды жолын кесу кезінде жергілікті жер учаскелерін қоршауды жүргізуге. Екінші, күзет бұқаралық іс-шараларды өткізу орындарына кірген кезде жеке тұлғаларды, олардың заттарын, көлік құралдарымен тасымалданатын жүктерді, оның ішінде техникалық құралдарды қолдана отырып тексеріп, қарауды жүргізуге, оларды өткізу орындарына тыйым салынған заттар мен заттар бар адамдар мен көлік құралдарын жібермеуге. Үшінші, жедел өткізу кезінде бақылау өткізу пункттерін орнатуға, профилактикалық іздестіру және өзге де арнайы іс-шараларға қатысу. Төртінші, карантиндік санитарлық эпидемияға қарсы және табиғатты қорғау іс-шараларына қатысу. Бесінші, төтенше жағдайлардың салдарын жою үшін өртке қарсы және авариялық құтқару қызметтерінің күштері мен құралдарын, көлік және басқа да материалдық техникалық құралдарды, ұйымдардың байланыс және химиялық қорғау құралдарын таратуға. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ететін күштер мен құралдар. Бірінші, төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету үшін ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның және басқа да мемлекеттік органдардың күштері мен құралдарды пайдаланылады. Екінші, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мақсатында тұрақты жұмыс істейтін республикалық және өңірлік, облыстық, республика маңызы бар қалалардың, астананың жедел штабтары құрылады. Келесі уақыт шектеулері қолданылуы мүмкін. Бірінші, қауіпті өндірістік объектілердің қызметін тоқтата тұру. Екінші, жеке және заңды тұлғаларға байланыс қызметтерін көрсетуді тоқтата тұру және байланыс желісі мен құралдарын пайдалануды шектеу. Үшінші, қоғамдық тәртіпті, мемлекеттік қорғалуға жататын объектілерді және халықтың тыныс-тіршілігін және көліктің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілерді, сондай-ақ ерекше материалдық, тарихи, ғылыми, көркемдік немесе мәдени құндылығы бар объектілерді қорғауды күштеу. Төртінші, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай аймағында тұратын жеке тұлғаларды уақытша көшіру. Бесінші, қарулы, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, күшті әсер ететін химиялық және улы заттарды сатуға, шектеу немесе тыйым салу дәрілік заттар, есірткі құралдары, психотроптық заттар, олардың аналогтары мен прекурсорын, этил спирт пен алкогольнің айналымының ерекше режимін белгілеу. Коменданттық сағат қағидаларын бұзған жеке тұлғалардың, ішкі істер органдарының қызметкерлері немесе әскери патрульдер коменданттық сағат аяқталғанға дейін ұстайды. Ал олардың жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ, олардың жеке басын анықталғанға дейін, бірақ ішкі істер органы бастығының немесе оның орынбасарының шешімі бойынша 48 сағаттан аспайды. Ұсталған адамдар мен олардың жанындағы заттар мен көлік құралдары тексерілуі мүмкін. Ішкі істер органы бастығының
немесе оның орынбасарын ұстау туралы шешіміне жоғары тұрған лауазымды адамға, прокурорға, сотқа Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін. Төтенше жағдай енгізілген жерде адамдар мен жануарлардың қауіпті жұқпалы ауруларының таралу қаупінің туындауы салдарынан карантин енгізілген жағдайда төтенше жағдай режимін бұзатын, аталған жерде тұрмайтын және басқа жағдайларда оның шегінен міндетті түрде шығарып жіберуге жататын жеке тұлғалар, денсаулық сақтау органдары белгілеген оларды байқау мерзімі өткенге дейін жалпы негіздерде ұсталады. Ұсталған адамдарды ұстау тәртібі Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында айқындалады. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген төтенше жағдай режимін қамтамасыз ететін органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің дене күшін, арнаулы құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды қолдану, жауынгерлік техниканы пайдалану шарттары мен шектері төтенше жағдайларында өзгертуге жатпайды. Төтенше жағдай енгізілген жерде, төтенше жағдай енгізілген жағдайда, ерекше жағдайларда халықты, қоршаған ортаны және шаруашылық объектілерін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың кепілді қорғауды қамтамасыз ету үшін құралған материалдық техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа ресурстардың мемлекеттік резерві болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан мүлікті реквизициялау жүзеге асырылады және техногендік сипаттағы тәртіпте мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасы заңында көзделген. Төтенше жағдайында қолданылатын шаралар және жеке тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтарын шектеу, оларға қосымша міндеттер жүктеу, төтенше жағдай енгізуге негіз болған мән-жайлардан туындаған шектеулерде жүзеге асырылуға тиіс. Төтенше жағдай кезінде қолданылатын шаралар мен шектеулер Қазақстан Республикасы ратификацияланған адам құқықтары саласындағы халықаралық шарттарға қайшы келмеуге тиіс. Төтенше жағдайды енгізуге негіз болған мән-жайлардың салдарынан зардап шеккен жеке тұлғаларға тұрғын үй-жайлар беріледі. Материалдық залал өтеледі. Қазақстан Республикасы үкіметі белгіленген тәртіппен және шектерде қажетті көмек көрсетіледі. Мүлкі мен ресурстары төтенше жағдай енгізу үшін негіз болған мән-жайларды жою мұқтаждары үшін пайдаланған жеке және заңды тұлғаларға материалдық залалды баламалы өтеу Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Төтенше жағдайдың қолданылуын тоқтау, төтенше жағдай режимін бұзу туралы істер бойынша әкімшілік іс жүргізуді тоқтатуға әкеп соғады. Жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ лауазымды тұлғалар төтенше жағдай режимінің талаптарын бұзған үшін Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз етуге қатысатын органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің дене күшін, арнайы құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды заңсыз қолдану және жауынгерлік техниканы заңсыз пайдалануы, сондай-ақ лауазымды адамдардың қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалануы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Рахмет, осымен дәрісіміз бітті.
Sağ болыңыздар.